Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану пәнін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы электр тогын қандай денелер өткізеді. Бүгінгі сабақта электр тогын өткізетін және өткізбейтін заттармен танысасыңдар. Материалдардың электр өткізгіштігін анықтау үшін зерттеу жүргізесіңдер. Зерттеу жұмысының нәтижесін білетін боласыңдар. Балалар, электр туралы не білеміз? Қане, ойланып көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Адам үнемі электр энергиясын пайдаланады. Электр арқылы шам жағады, компьютер қосады. Күнделікті тұрмысымызда әртүрлі құралдар пайдалану үшін электр энергиясын қолданамыз. Электр энергиясы электр станцияларында өндіріледі. Электр тогын алу үшін су, жылу, атом, жел, күн энергиясы қолданылады. Электр станцияларынан барлық бағытта сымдар тартылып, бізге электр тогын жеткізеді. Алдымен ол қалың сымдар арқылы өтеді. Содан кейін кәдімгі сымдар арқылы розеткалар мен қосылғыштарға келіп түседі. Сонымен қатар электр желілері мен электр жабдықтарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша электр маманы қызмет көрсетеді екен. Зерттеу сұрағы: қандай материалдар электр тогын өткізеді? Зерттеу әдісі эксперимент. Қажетті заттар: шам, батарея, 3 дана сым, әртүрлі материалдан жасалған заттар. Қандай материалдар ток өткізеді? Қандай материалдар оқшаулайды? Мыс па, әлде резеңке ме? Бұл сұраққа жауап беру үшін зерттеу жұмысын жасап көрейік. Зерттеу жұмысына қажетті құралдар: олар ажыратқыш, шам және батарея. Сонымен қатар 3 дана ток жалғастырып тұрған. Және де әртүрлі материалдардан жасалған заттар керек бізге. Олар пластмасса, мыс, темір және алюминий. Сонымен қатар резеңке, ағаш жолақшалары. Енді зерттеу жұмысын жасауға кірісейік. Ол үшін бізге тізбек құрастырып алу керек. Тізбекке назар аударамыз. Біздің тізбегіміз ажыратқыштан, шамнан, батареядан және оларды бір-біріне жалғастырып тұрған тоқтардан тұрады. Енді бұл тізбектің жұмыс істеп тұрғанын тексеріп көрейік. Ажыратқышты қосамыз. Шам жанды. Яғни біздің тізбегіміз жұмыс жасап тұр. Енді жаңағы айтып өткен әртүрлі материалдан жасаған заттарымызды алып, зерттеу жұмысын жасаймыз. Ең бірінші пластик жолақшасын аламыз. Ол үшін біз жаңағы тізбегімізді тоқтан ажыратамыз. Яғни шам өшті. Біздің тізбегімізге тоқ келіп тұрған жоқ. Енді жалаңаш тоқ көзін пластикке тигіземіз екі ұшына. Шам жанған жоқ. Демек, пластик тоқ өткізбейді. Келесі алюминий. Жалаңаш тоқ көзін алюминийға тигіземіз. Міне назар қойып қарасаңыздар, шамымыз жанды. Демек, алюминий тоқ өткізгішке жатады екен. Келесі материалымыз ағаш. Жолақшасын аламыз. Тоқ көзінің екі ұшын тигіземіз ағашқа. Яғни шам жанған жоқ. Демек, ағаш тоқ өткізбейді. Келесі материалымыз резеңке. Резеңкенің екі ұшына жалаңаш тоқ көзін тигіземіз.
шамға қараймыз, шам жанған жоқ. Демек, тоқ өткізбейді. Келесі материалымыз мыс. Шамымыз жанды. Демек, мыс та тоқ өткізгішке жатады екен. Келесі материалымыз біздің темір. Темірге жасап көреміз. Жалаңаш тоқ көзін темірге тигіземіз. Міне, байқасаңыздар, біздің шамымыз жанды. Демек, темір де тоқ өткізетін материалға жатады екен. Тамашалағандарыңызға рахмет. Балалар, кестені дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі зерттеу қорытындысы: металл заттар электр тоғын өткізеді. Пластмассадан, резеңкеден, ағаштан жасалған заттар электр тоғын өткізбейді екен. Сонымен, электр өткізгіштер бұл өз бойынан электр тоғын өткізетін материалдар мен заттар. Ал электр оқшаулағыштар бұл электр тоғын өткізбейтін материалдар мен заттар екен. Өткізгіштер де, оқшаулағыштар да күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, электр құрылғыларының сырты ажыратқыштар мен қосқыштар пластмассадан жасалады. Келесі балалар, тапсырма орындауға көшейік. Бірінші тапсырма. Арман болаттан жасалған кілтті электр тізбегіне жалғады. Болаттан жасалған кілт электр тоғын өткізетіндіктен шам жанады. Болаттан жасалған кілтті шам жанатындай қандай затпен алмастыруға болатынын таңда. Темір шеге, пластмасса қасық, ағаш таяқша. Ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жауабы темір шеге екен. Екінші тапсырма. Электр оқшаулағыш материалдан жасалған бұйымды таңда. Фарфор құмыра, пластмасс моншақ, алтын сырға, күміс білезік. Балалар, бұл тапсырманың екі дұрыс жауабы бар. Ойланамыз. Жарайсыңдар балалар. Фарфор құмыра, пластмасс моншақ екен. Бүгінгі сабақта электр өткізгіштер және электр оқшаулағыштар жайлы білдіңдер. Әртүрлі материалдардың электр өткізгіштігін зерттедіңдер. Тәжірибе нәтижелерін ұсынуды меңгердіңдер. Осымен жаратылыстану пәні аяқталды. Сау болыңдар балалар.